Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен оп-оңай жасалатын торттың рецептімен бөлісемін. Менің арнама тіркеліп қолдап қойыңыздар. Бұл торттың ерекшелігі сливкиді және сүзбелі ірімшікті мен үй жағдайында өз қолыммен жасап шықтым. Ең алдымен біз торттың коржын жасайтын боламыз. Ол үшін 5 жұмыртқаның ағы мен сарысын алып, бөлек ажыратып мисерлеп аламыз. Яғни бисквит дайындап аламыз. Достар, мен бисквитті алдыңғы рецепттерде көрсеткен болатын, ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде қараңыздар. Жұмыртқаның ағын жақсылап мисерлеп әппақ болып көпіргенше мисерлейміз, және жұмыртқаның сарысын да әппақ болып көпіргенше жақсылап мисерлейміз. Енді жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-біріне араластырып аламыз. Мисермен араластыруға болмайды. Осылай мен ұқсап силиконды күрекшемен немесе қасықпен астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Сосын ұнымызға қопсытқышты қосып, оны өзі бөлек араластырып алып, електен өткізіп отырып қамыр жасап аламыз. Ендігі кезекте формамызды дайындаймыз. Формамызға пергамент қағазын қойып, үстіне форманы жайғастырамыз. Оның үстіне жаңағы біздің бисквитке арналған қамырымызды құйып аламыз. Біздің бисквитті корждарымыз дайын болды. Енді оны торттың кольцосымен бірдей етіп бөліп аламыз. Сосын достар, бізге қант ұнтағы қажет болады. Мен қант ұнтағын да қолдан жасап алдым. Табиғи қантты алып блендермен езіп майдалап аламыз, және ол қант ұнтағы болады. Оны торттың креміне пайдаланамыз. Енді сливкиді қолданамыз. Сливки менде 33-35% сливки. Оны мен қолдан жасап алдым. Ссылкасын қалдырып кетемін. Алдыңғы видеода көрсеткен. Кіріп қараңыздар. Сливкиді де ыдысымызға құйып, жақсылап мисерлейміз. Міне біздің кремдеріміз қоюланып жатыр. Қарап тұрсаңыздар, қорқпай қолдан жасасаңыздар болады. Міндетті түрде крем шығады. Ал ендігі кезекте біз қант ұнтағын қосамыз. Енді біз творожный сырды қосамыз. Творожный сырды да мен өз қолыммен жасағанмын. Оны да ссылкасын қалдырып кетемін. Кіріп қараңыздар. Міне біздің кремдеріміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Бисквитті екіге бөліп алдым. Енді оның арасында крем жағып, тортымызды жинаймыз.
міне достар, біздің тортымыз осылай оп-оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бетін өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады.